Қайырлы күн, қайырлы кеш, менің YouTube арнамдағы құрметті көрермендер. Жалпы сіз жировой гепатозбен ауырған болсаңыз, мысалға сіз УЗИге бардыңыз, УЗИге барғаннан кейін сізге айтты, сізде жировой гепатоз деді. Бірақ сізге дәрігер айтуы мүмкін, сізге салмақ тастау керек, осындай дәрілер ішу керек, және көптеген күтім қажет, сондай көптеген тағы бір ақпараттар беру мүмкін. Бірақ осының барлығын рет-ретімен қалай жасау керек, оны ешкім айтып жатқан жоқ. Қазір көктем уақыты ең қажетті нәрселердің бірі бізге бұл одуванчик. Яғни көктем уақытында сізде жировой гепатоздан арылудың ең күшті варианттарының бірі. Одуванчик сіздің аулаңызда немесе үйдің артында өсіп жатуы мүмкін. Соны барлығын жинап алыңыз да чердаққа кептіріңіз. Яғни чердак дегеніміз былай жел соғып тұратын үсті жабық, сонда жерде кептіресіз. Содан кейін үйге әкелесіз. Үйге әкелгеннен кейін кәдімгі 250-200 мг қайнаған суға саласыз да, қайнап тұрған суға. Как чай ретінде іше бересіз. Егер де детоксикацияны одан сайын жақсартқыңыз келетін болса, сіз кәдімгі имбир деген бар. Имбирді әкелесіз, турайсыз, кішкентай кубиктерге бөліп, оны да 200 жаңағы одуванчикпен бірге бір шай қасық салып, араластырып, күнделікті тамақтан жарты сағат бұрын ішіп отырасыз. Ескере кететін жайт, сіз бұл уақытта диета сақтауыңыз керек. Көп адамдар болады, мен тамақ іше бергім келеді, бірақ та дәрі бер, мені жировой гепатоздан айықтырып жіберетін дейді. Ондай нәрсе жоқ. Сіздің жировой гепатоздың басталуының ең бірінші себебі осы тамақ. Тамақты дұрыс жасамадыңыз, тамақты дұрыс ішпедіңіз, отырдыңыз көп, жұмыста бүйтіп, компьютердің алдында бүйтіп отырдыңыз. Диафрагмальный нарушение болды, сондықтан да сізде жировой гепатоз дамып кетті. Жировой гепатоз дамыды деген не сөз? Ол бізде уже өттің жұмыс жасамауы мүмкін, асқазан ауруы мүмкін, бас ауруы, аяқтың ісуі деген сияқты көптеген симптомдармен көрініс береді. Егер де шынымен жировой гепатозды емдегіңіз келсе, мен айтқан нәрселерді жасау керек. Жаңа одуванчик пен имбирді ішіңіз, ол детоксикацияны арттырады, және де зәр шығу арттыра бастайды, токсиндер осы арқылы сізден шығып кете бастайды. Екінші мәселе, сіз 10 000 шаг жүруіңіз керек. 10 000 шаг жүру керек деп айтады, бірақ қалай жүру керек, оны ешкім айтып жатқан жоқ. Скандинавский ходьба. Скандинавский ходьбаға керек таяқша деп айтайық, таяқшаның өзін сіз Каспий магазинінен сатып аласыз. 2,5 мың 3 мың теңгенің аралығында тұрады. Осыны аласыз да көшеге шығып, басқа біздің өзге ұлттың апалары шығып жүреді ғой. Солардың қасына қосылып аласыз да, жаңа таяқшаңызбен кешке жақын 10 000 шаг жүресіз. Тамақты 6-ға дейін ішесіз, одан кейін кешке жақын 10 000 шаг жүре бересіз. 3 ай қайталаңызшы, сіздің результат өте мықты болады. Өзіңіз таңғаласыз. Және де ұмытпау керек, овес. Сұлы аптекадан сатып аласыз, сұлыны сөйтесіз де 500 мг суға, қайнаған суға 200 грамм овесты салып қоясыз, қайнатасыз, сөйтесіз де жатар кезде бір стакан ішесіз. Яғни 200 грамм сумен ішіп аласыз, содан кейін таңғы 9-да тамақтан 1 сағат алдын соны тош ішіп аласыз. Өйстіп 3 ай овес, одуванчик, егер қаласаңыз имбир, сосын скандинавский ходьба, осының өзі-ақ сіздің басталып келе жатқан жировой гепатозыңызды атымен жоқ қылып жібереді. Бұл тексерілген көптеген адамдар, жалпы жировой гепатозбен ауырып жүрген көптеген адамдардың барлығы істеп, өзінің нәтижесін алған. Бір ғана дәрімен сіз ешқашан барлық ауруларыңызды емдеп ала алмайсыз. Сондықтан да комплексный қажет болады. Сондықтан мен сіздерге комплексный айтып жатырмын, тек қана істеңіздер болды. Бұл фитотерапияның өзінің қарсы көрсетілімдері бар, яғни противопоказаниясы бар, соны қазір экранға қойып қоямын. Соны сақтап, міндетті түрде дәрігермен кеңесіп отырып жасайтын болсаңыздар, сіздерге өте жақсы көмектеседі деген ойдамын. Бауырыңызбен бірге сіздің өтіңіз толып тұр, 12 өлшекте спазм болуы мүмкін деп айтқан болса, ОЗИ-де сіз менің YouTube арнама салып қойдым, өттің спазмын қалай алып тастау керек, өтті қалай жүргізу керек үй жағдайында. Ешқандай шланг жұтып қажет емес. Үй жағдайында жатасыздар да, менің видеомды көріп, жаңа қойып қоямын ссылкасын, соны көріп істей бересіздер. Болды, сіздің өтіңіз де жүріп тұра береді. Барлығы осы қазақ аудиториясы үшін, жалпы қазақтар үшін қазақ тілінде түсіріп салып қойдым, соны көріп істей беріңіздер, болды.
Және бір дәрігер айтпайтын кейбір құпия ақпаратпен бөлісе отырайын. Сіздерде жалпы көп адамдар, осыны көріп отқан адамдар болуы мүмкін. Көптен бері жировой гепатозбен алысып жүрген, көптеген антибиотиктер ішкен, дәрілер ішкен, БАДы ішкен, бірақ жировой гепатозы мүлдем кетпейді. Не себеп? Жалпы себебін таппайды. Не үшін олай? Оған ешкім жауап беріп жатқан жоқ. Бізде ішкі құрылысымызда ЖКТ-да мобильность деген бар. Яғни сіздің ЖКТ диафрагма өз орнымен демалып, бауырымыз қозғалып, барлығында нормальный болып тұратын болса, бағанағы жоғарыда айтқан рецептордың барлығы сіздің бауырыңызға көмектеседі. Жалпы кез келген дәрі адам денсаулығына пайдалы, бірақ та оны организм жақсы қабылдап алу үшін сізде ішкі құрылыс мобильный болу керек. Біздің ішкі құрылысымыз қазаның ішінде шашылып жатқан еттер сияқты емес, оның барлығы бір нәрсеге ілулі тұрған органдар. Яғни связкалары бар. Егер де сол связкалардың бірі спазмда қалатын болса, немесе жиырылып қалатын болса, сіздің яғни бауырыңыз болсын, асқазаныңыз болсын, ішектер, ұйқы без барлығы мобильный болып тұрады. Осылай мобильный болмай қалады, егер де спазмда қалатын болса. Оның спазмын жөндейтін, психоэмоциональный коррекция жасайтын, бұны біз сияқты білікті кинезио-остеопрактик мамандарға барсаңыздар, сіздердегі ішкі құрылыстың мобильныйсын жақсартып береді, барлығын демалдырып, жұмысын қалыпқа келтіргеннен кейін жоғарыда айтылған дәрілер, немесе өзіңіздің дәрігеріңіз тағайындаған дәрілерді ішетін болсаңыздар, сіздерге ол 100% көмек береді. Әрине, барлығын дұрыс жасайтын болсаңыздар. Құрметті көрермендер, осымен видео тәмам. Сіздерге осы видео пайдалы болған болса, лайк басып, міндетті түрде тіркеліп, егер де сіздің жировой гепатоздан құтылатын басқа да әдістеріңіз болса, комментарийге жазып, басқа да көрермендермен бөлісіп кетіңіздер. Менің арнамдағы басқа да видеоларды көріп, өзіңізге қажетті ақпараттарды алып отырсаңыздар болады.